Сәлем достар, акциямен саудаласу деген кезде ойларыңызға не келеді? Көпшілік адам кинода көргенін елестетеді, яғни биржада уласып-шуласып жатқан адамдар деп ойлайды. Иә, бұрын солай болды. Адамдар акциялармен саудаласуды биржа ғимаратының ішінде жүргізді. Ал қазір бәрі өзгеше. Қазір келісімдердің 90%-дан астамы онлайн форматта жүргізіледі. Ал осы биржадан табыс табудың екі жолы бар екендігін білдіңіздер ме? Атап айтқанда, инвестициялау және трейдинг. Бұл сөздерді көп естіген боларсыздар. Трейдинг пен инвестиция екеуі де биржа, акция, саудаласу ұғымымен байланысты болғанымен, екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Алайда, кейбір адамдардың трейдингпен айналыспағаны абзал. Негізі, трейдинг пен инвестициялаудың анықтамасына қарасаңыздар, жалпы айырмашылықты байқамауыңыз да мүмкін. Мысалы, инвестициялау дегеніміз қаражатты болашақта пайда алу мақсатымен құнды қағазға салу. Ал трейдинг қаражатты ағымдағы жағдайды сараптап пайда алу мақсатында бағалы қағазға құю. Шынымен де, былай қарасақ, аса ерекшелік жоқ сияқты. Егер сіз екеуінің айырмашылығын біліп, сізге қайсысы ыңғайлы екендігін білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Сонымен, трейдингтен бастайық. Трейдинг – табыс, тәуекел, стресс сөздерімен көп байланыстыруы тегін емес. Трейдингпен айналысатын адамды трейдер деп атайды. Ол бағалы қағаздармен саудаласу арқылы табыс табады. Трейдердің табысы бағалы қағаздың баға өзгерісінен тұрады. Көпшілік жағдайда баға өзгерісі бағалы қағаздың ағымдағы бағасының, яғни котировкасының өсуінен немесе төмендеуінен туындайды. Ал трейдердің жұмысы осы баға өзгерісінен спекуляция жасау арқылы табыс табу. Осының негізінде трейдер инвесторларға қарағанда үлкен табыс таба алады. Тіпті трейдингті негізгі табыс көзі ретінде пайдалана алады. Алайда, трейдердің тәуекелі инвесторға қарағанда өте жоғары. Бір қадамның шалыс басса, бүкіл табысынан айырылып қалуы да мүмкін. Трейдер негізінен нарықта техникалық анализ жасай алуының арқасында табыс табады. Техникалық анализдің арқасында бағалы қағаздың бағасы қалай өзгеретінін болжап, соған негізделе отырып, қай кезде сатып алу керек немесе сату керектігін анықтайды. Жалпы олар экономикалық жағдайға, кәсіпкерлік жаңалықтарға және тағы да басқа факторларға негізделе отырып, солардың арқасында болжам жасап, сауда-саттық жүргізе алады. Жаңа айтып кеттім, трейдерлерді спекулянттар деп те атайды. Сол спекулянттар бағалы қағазды сатуды немесе сатып алуды қысқа уақыт ішінде жүзеге асырады. Қысқа уақыт дегеніміз бірнеше секунд немесе бірнеше апта болуы мүмкін. Мұндай алып-сатушылықпен айналысу өте жылдам шешім қабылдай алу қабілетін талап етеді және стресске әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, трейдерлер бағаның өсімінен ғана емес, бағаның төмендеуінен де табыс таба алады. Оны қалай жүзеге асырылатынын білгіңіз келсе, видеоның астына қосу таңбасын қойып кетіңіз. Егер сіздерге қызық болса, сол тақырыпқа жеке видео арнаймын. Сонымен, трейдер өте қысқа уақытта өз қаражатын тәуекел етіп, техникалық анализге немесе жаңалықтарға негізделе отырып, сауда-саттық жасайтын тұлға деп қорытындыласақ болады. Ал енді инвестиция жайлы айтпас бұрын сіздерден видеоға лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Жақсы, енді инвестордың кім екендігіне тоқталайық. Бәрімізге таныс сөз болғанымен, көпшілік осы сөздің мағынасын толық түсіне бермейді. Негізі, инвестор артық қаражатын бағалы қағазға құюмен айналысады. Инвестордың табысы бағалы қағаздың бағасының өсуінен және дивидендтен түскен табыстан құралады. Әдетте, инвесторлар өз қаражатын акцияларға ұзақ мерзімге салады. Ұзақ мерзім дегеніміз кемінде 1 жылды құрайды. Тіпті 30-20 жылға дейін де болуы мүмкін. Әрине, бұлай инвестициялаудан түсетін табыс трейдингпен табатын табыстан аздау болады. Бұл инвестордың трейдерға қарағанда аз сауда-саттық жасауымен байланыстырылады. Алайда, инвестордың тәуекелі әлде қайда төмен. Себебі акциялардың баға қозғалысы
үнемі жоғары бағытталған. Осыны ескеретін болсақ, инвестор шыдамды болған жағдайда қаражатынан айырылып қаламын дегенді ойламаса да болады. Инвестор әдетте инвестициялау барысында негізгі факторларды ескеруі керек. Ол инвесторға таңдаған компаниясының ұзақ мерзімдік тиімділігін анықтауға көмектеседі. Алайда, инвестор трейдер сияқты техникалық анализ жасай алатын болса, тіптен керемет. Сонымен қатар, ол компанияның болашағын болжай алса, талай табысқа кенеле алады. Инвестор компанияның қаржылық тұрақтылығын білсе және болашақ қаражат айналымын болжай білсе, тіптен жақсы. Компанияның қаржылық тұрақтылығын компания жиі жариялап отыратын қаржылық есептіліктен қарап анықтауға болады. Егер инвестициялауға шындап кіріссеңіз, ол сізге жақсы пассивті табыс әкеледі және уайымсыз қартаюыңызға септігін тигізеді. Алайда, бұған жету үшін сізде инвестициялық жоспар болуы керек. Оған қоса, жиі инвестициялап тұрғаныңыз абзал. Тек осы жағдайда ғана сіздің шамалы ақшаңыз біраз уақытта миллиондарға айналып шыға келуіне мүмкіндік бар. Сіздер енді инвестор мен трейдерді ажырата аласыздар деп сенемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Әдеттегіше видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.